Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай өте дәмді, нәзік пари-брест пирожныйларын жасаймыз. Соңына дейін қарап, менімен бірге жасаңыздар. Бірінші, заварной қамырды жасауға бізге осындай ыдыс қажет. Асты сәл қалыңдау болсын. Оған суымызды, майды және тұзды салып, отқа қоямыз. Құрамына қажет заттардың барлығы описание бөлімде жазылы. Суымыз ысып, май осылай еріп және қайнай бастаған уақытта дайындаған ұнымызды толықтай осы суға саламыз. Сөйтемізді тез-тез араластырып жібереміз. Араластырған қамырымыз осындай бір келкі болады және ыдыстың астында осындай пленка пайда болу керек. Сол уақытта дайын деген сөз. Оны осындай ыдысқа салып суытамыз және бір жұмыртқадан салып миксерлеп отырамыз. Менің каналыма жазылып, жаңа рецепттерді тамашалап отырыңыздар. Мендегі жұмыртқалар отборный жұмыртқа. Сондықтан сіздерде бірінші категория немесе екінші категория болса, қамырдың осындай сұйықтау болғанына қарай қосасыздар. Міне осындай қамыр шығу қажет. Кондитерский мешокқа өздеріңізде бар насадканы салып, немесе насадкасыз да болады. Қамырымызды құйып, осындай пергамент қағазына орналастырамыз. Кружоктарды сызып алсаңыздар да болады. Мен сызбай осылай жасадым. Осындай 8 кружок шықты және қалған қамырдан профитроли жасай саламыз. 200 градус қызған пешке 30-35 минутқа саламыз. Енді кремімізге өтеміз. Ол үшін творожный сырдың үстінен қантымызды салып, оны миксерлейміз. Біраз миксерлеп болғаннан кейін үстінен сливкемізді қосамыз. Барлық ингредиенттеріңіз холодильниктен шыққан салқын болу қажет. Осындай қою крем шығады. Қамырымызды пешке салғаннан кейін есігін ашуға болмайды. Міне менде есігі ашылған және ашылмағаны осындай болып пісті. Ашпай әдемі қылып пісіріңіздер. Және осы кремімізді кондитерский мешокқа құйып, пироженкалардың ортасын осылай пышақпен бөліп аласыздар және ортасынан крем жағамыз. Кремнің үстінен малина, өздеріңізге ұнайтын банан, фруктылар қойсаңыздар болады, немесе джем қойсаңыздар болады. Крем жағуға дейін пирожныйларды толық суытып алыңыздар. Кішкентай профитройкалардың ішіне де осындай крем салып қойдым. Енді пирожныйларымыздың бетін әрлейміз. Осылай крем жағып, фруктылар қойып жасасаңыздар болады және оның бетінен қант ұнтағын сеуіп қоямыз. Өте дәмді әрі нәзік пари-брест пирожныйларымыз дайын болды. Баршаңызға рахмет, ас болсын. Және менің каналымнан қандай рецепттер күтесіздер, комментарийға жаза кетіңіздер. Сау болыңыздар.